Адасқан ана, 2 бөлім. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Үйдің бар тірлігін мүлтіксіз орындайтын біздер. Әжем, әкем, інім, олар бастықтар. Айтсам сенбейсіздер ғой. Әжем, інім, әкем бөлек тамақ ішеді. Әрине, жақсы тамақтар. Біз анаммен ескі сарайда еті жоқ күріш, немесе әжемдерден қалған кешегі жылытпа, қатқаннан, әйтеуір өлместің күні. Айран, сүт, құрт дегендерді жейміз ғой, десе де өзге балалар секілді тәттілер, еті бар тамақтар жегін келеді. Кейде жейміз тәттілерді әжемнің тойдан әкелген сарқыттарынан. Онда да інім сол сарқытты жемесе ғана. Әжем қорадағы малға жуынды бергендей, «Әй, мынаны жеп қойыңдар!» деп алдымызға лақтыра салады. Ес білгелі қымбат тәттілерді ғана жейтін інім. Тойдан келген сарқыттарды аса көп жемейді. Әжемнің жеке бөлмесі бар. Шіркін, онда тұрған тәттілер, қып-қызыл иісі мұрынды жаратын алмалар толып тұрады. Оның бәрін інім жейді. Бір-екі тістеп қалдығын бізге сүйек лақтырғандай тастайды. Әрине, бұның барлығы әжем мен әкемнің тәрбиесі. Бүтіндей бергісі келсе, әжем бажылдап, «Әй, қуғатындар-ай, мына баланы алма әкел деп сендер жұмсадыңдар ғой, деп бізді сыпыртқымен сабайтын. Осыдан ақталып көр. Бәрібір біздің сөзімізге сенбейді. Айттым ғой, біздің үйде қыздарда адам қатарына қоспайды. Сондықтан болар біз бойжете келе ерте тұрмыс құруды қаладық. Бізді алған жарымызды бақытты етеді деп ойладық. Үнемі көңіл күйі жоқ, ауырып жүретін анам бізбен сырласпайды. Байғұс анамды әжем мен әкем әбден жасық қылған. Ауырып жүрген анама ешкімнің жаны ашымайды. Тісім ауырды деп сұраса, әжем насыбай беретін. Кезінде бізде тіске салдық, ауырғанды басады деп анамды насыбай деген бәлеге үйреткен. Анам сорлы сол насыбай деген бәледен өкпе ауруынан ақыры өліп кетті. Ауырдым десе де ешқандай ем-шара көрмеді. Күз болса, қауын қарбызы тағы бар, оны сататын тағы біздер. Біздер сүт, құрт, қауын, қарбыз сатып қаншама ақша табамыз. Оның бірде-біреуін жұмсамай әжеміздің қолына өткіземіз. Өтпей қалған қауыннан тосап, қауын құрт, қауын қақ жасаймыз. Одан қалды күзгі салаттар. Бірақ соларды қыста жеу арман. Банканың атылып кеткені, немесе ашып кеткені дегендерді ғана жейміз. Айтсам сенбейсіздер ғой. Арада жылдар өтіп жатты. Біздер сол баяғы робот сияқты жұмыс жасаймыз. Үлкен әпкем мектеп бітірді. Әкем әжеме, ел жұрттан ұятты, мына қызды бір оқуға оқытайық, басында бір дипломы болсын. Қанша малымыз бар, көрші малы жоқ, Садырбек те қызын тышқақ лағын сатып оқытып жатқанда елге мазақ болармыз. Қанша малымыз бола тұра, деп еді. Әжемнің жаны шыға айқай салды. Елде сенің не шатағың бар, айтса айта берсін. Ертең қалаға барып бұзылып келсе, абыройың айрандай төгіледі ғой, деп бажылдап сөйледі. Десе де әкем айтқан сөзінен қайтпады. Үлкен әпкемді шақырып алып, мені жақсылап тыңдап ал, сені қалаға оқуға түсіремін. Бірақ мені әжең айтқандай ұятқа қалдырсаң, өз қолыммен өлтіретін боламын. Ұқтың ба? Деп әкемнің сөзіне әпкемнің жүзі бал-бұл жайнады. Әжем біраз уақыт қарсы болса да, әкем малды сатып, ақылы оқуға әпкемнің құжаттарын реттеп, қалаға барып тапсырып қайтты.
Бұл біз үшін, яғни анам мен әпкелерім үшін ең керемет жаңалық еді. Байғұс әпкемнің қуанышын енді жасыра алмаймын. Жаз айы болғандықтан егіннің басында жүреміз. Қалаға барып құжат тапсырғанын, одан медосмотрға өткенін аузы талғанша ескі кассета сияқты қайталап айтатын. Ешқайда шығып көрмеген біз үшін әпкемнің айтқандары енді бір күшті нәрсе. Әпкем шетелге барып келгендей, ол айтқан сайын біз де әпкеммен бірге барып келгендей болатын едік. Сол кезде әкемді жақсы көргендей болдым. Әжеме қарсы тұрып, әпкемді оқуға түсіргені үшін. Бірақ бұл қуанышымыз ұзаққа бармады. Әпкемнің қуанышын әжем су сепкендей басты. Әпкемнің сыртынан сатып жіберді десем де болады. Келіндері арқылы алыс туыстары малшының ұлына сатқанына еш күмәнім жоқ. Жалғасы бар.